Бәріне сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қытырлақтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін алдымен қамыр илейміз, жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Енді аздап ас содасын салып араластырамыз. Енді біртіндеп ұнды сола отырып қамыр илейміз. Қамырға берілген мөлшерден артық ұн қоспаңыздар. Жақсылап осылай қамыр илеп, осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Енді үстелге ұн сеуіп қамыр жаямыз. Міне осындай жіңішке, жұққа жайма шығуы керек. Енді осылай қамырды жолақ етіп кесіп шығамыз. Қамырды бір-бірінен ажыратқан кезде мұқият болыңыздар, өйткені бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Қамыр өте жіңішке болғандықтан үзіліп кетуі мүмкін. Енді осылай шанышқыға немесе ағаш таяқшасына орап, осындай видеодағыдай қолмен айналдырып тұрамыз. Бұл енді бастапқыда шықпауы мүмкін, бірақ қолдарыңыз үйреніп кеткеннен кейін міндетті түрде шығады. Осындай әдемі роза формасында пісіреміз. Екі жағынан пісіреміз. Бұл өте тез пісіріледі. Әрі кеткенде 1 минуттай уақытта піседі. Міне осындай әдемі роза тәріздес қытырлақтар шықты. Бетінің қалауынша қант ұнтағымен әдемілесеңіз болады. Осы рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.